теңіз туралы аңыз. Жіберіңдер! Хожунже, жібер дедім! Жібер! Апа? Шехион! Эй! Эй! Шехион! Хожунже! Ол адамның жүзін көрдім. Ол Хочехион. Жібер! 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 Хожунже, сен мені тағы да қорғайсың ба деп қорыққан едім. Бірақ қазір мен бақыттымын. Соң өзгерді. Бұл жолы мен сені құтқардым. Жоқ. 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 Өтінем. Енді сенің де бұны түсінетін уақытың келген Өтінем. шығар. Мен сенің жаныңда болмасам да, Джони, мен сені өмір бақи сүйіп өтем. Өмір бақи сүйіп өтем. Сенің жаныңда болмасам да, мұнда сен келіңдер. бақытты өмір сүруің керек. Қарапайым адамдар сияқты күліп ойнап, махаббатқа бөленгейсің. Еш қайғысыз. Ұзақ өмір сүргеніңді қалайым. Мен сенің жан жараң, қорқынышты түсің болғым келмейді. Кетпе. Мені тастап кетпе. Мен сені сүйем. Мен сені сүйем. Өтінен тездетіңіздерші. Тездетіңіздер. Мен сені сүйем. Мен сені сүйем. Көк теңіз туралы аңыз. 19 бөлім. Құрылыс саласындағы бай кәсіпкер Хо мырзаның әйелі Кан ханым өз күйеуін өлтірді деген күдікпен қамауға алынды. Кан ханымның ұлы және Хо мырзаның өгей ұлы болып табылған А мырза кісі өліміне қатысы бар және кісі өлтіруге әрекет жасаған үшін қамауға алынды. Кан ханым үйінде аконит атты өсімдік өсіріп, оның тамырынан у жасап, соның көмегімен күйеуін өлтірген көрінеді.
Олар Хо мырзаның туған ұлы Б мырзаны ұрлап кетіп, оны өлтірмек болған екен. Алдын ала торулда тұрған полиция қызметкерлері Кан ханымды қылмыс орнында ұстап алды. Тұтқынға алу кезінде А мырза полиция қызметкерлерінің тапаншасын тартып алып, Б мырзаға оқ атты. Бірақ оқ Б мырзаның қызына тиіп, қазір ол қыз өлім мен өмірдің арасында жатыр. Хо мырзаның өлімінен кейін әрине Кан ханым мұраның барлығын өз атына аударуды көздеді. Нотариалды куәландырылған өсиет жалған болып табылды. Бұл инъекциялық ампулада аконит өсімдігінен алынған у. Тағы жоғалтып алып жүресің бе? Екеуін бірақ ал. Сен мені кім деп тұрсың? Бір оқ, бір өлім. Уайымдама. Жақсы. Кешіріңіз. Әжетханаға кіріп шықсам бола ма? Жоңи, уайымдама. Бәрі жақсы болады, өтінем. Өтінем. Кісі өлтірмек болғаның үшін айыпталып отырсың, түсінемісің? Полиция қызметкерінен тапаншаны тартып алып қарсылық көрсеттің. Неге мен қорыққан аң сияқты өмір сүріп жүргенімді, неге күніге жазамды алып жатқан сияқты болып сезінетімді түсінбеймін. Бірақ сенің өмірің мұндай болғанын қаламас едім. Сенің кім екеніңді білмеймін, бірақ қазір ойыма осы сөздер келді. Ей! Бұл сендердің тапқан айлаларың ба? Тың-тыңдау заңсыз боп табылады. Сотта бұл дәлел болады деп пе едің? Жоқ, бұл заңсыз емес. Хо Джунже өзінің даусын жазды ғой, ал сіз Канг Сохи... жоқ. Канг Джи Хён, сіз өзіңіз әңгімеге араластыңыз, сондықтан бұл айғақ бола алады. Күлкімді келтірме. Сендері бұның бәрін алдын ала ойластырдыңдар ғой. Осыдан менің қорғаушым келсін. Енді не істедейсіз? Сіз білетін барлық қорғаушылар қашып кетті. Басқасын жалдайсыз бе, әлде мемлекеттік қорғаушы талап етесіз бе? Не? Не болды? Хо Чи Хён ұшып алған сияқты. Не? Не болды? Менің қорғаушым келді ме? Сондықтан сендер таң қалып тұрсыңдар ма? Жоқ, олай емес. Сіздің ұлыңыз Хо Чи Хён. Чи Хён? Чи Хёнға не болды? Чи Хён? Чи Хён? Чи Хён? Дәрігер шақырыңдар. Жедел жәрдем шақырып қойдым. 1-2 минутта келіп қалар. Жедел жәрдем еш көмектесе алмайды. Чи Хён?
Мен шыдағанымша шыдадым, уақытты создым. Бұл не істегенің, Шихён? Апа, Шихён, бұлай істегенің не? Шихён! апа, сіз менің анам болғаныңыз мен үшін қарғыс сияқты. Шихён! Балам! 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 Тұр деймін! Балам! Балам! Жунжи, маған жаңа ғана Хоң тергеуші қоңырау шалды. Хо Чи-хён қайтыс болды деді. Чи-хён маған 2 ампула уыл берген еді. Бірақ мен екеудің қажеті жоқ деп тек біреуін ғана алған болатынмын. Ал 2 ампула өзінде қалған көрінеді. Соны ішкен сияқты. Науқастың қамқоршысы кім? Мен. Дәрігер, ота сәтті өтті ме? Сәтті өтті деп айтуға да болады. Сәтті өтті дегеннен гөрі керемет, сиқыр деп атаған дұрыс шығар. Оқ жүректің оң жақ және сол жақ қарыншасын жанап өтті. Мұндай жағдайда тірі қалған адамды мен әлі күнге дейін көрмеген едім. Тіпті медициналық академияда мұндай жағдай болған емес. Ал сен мұндайды көріп пе едің? Жоқ. Қан көп жоғалтқан соң, қан қысымы да төмендеп кетті. Әдетте мұндайда науқас есеңгірек болады. Сондықтан біз оны тыныс алу аппаратына қостық. Жарақатын тігіп жатқан кезде түсініксіз жайтқа тап болдық. Жүрек бұлшығы тұлпасы тез қалпына келе бастады. Ал тіршілік көрсеткіші? Негізі бұл да ұзақ уақыт алушы еді, бірақ тез қалпына келіп жатыр. Әрине, оқ ағзаның өте маңызды жеріне тиді, сондықтан ол есін жиғанша жақсылап қарауымыз керек. Рахмет. Қазір маңызды басқа нәрсе. Науқас қан көп жоғалтты. Қан айналымы әлсіз болса, мидың жүйесі өз міндетін атқармау мүмкіндігін жоққа шығара алмаймыз. Науқас есін жиған соң тағы сөйлесерміз. Жақсы. Бұл кісі әдетте қандай да бір әдеттен тыс тамақ жемейтін шығар, е? Әдеттен тыс дегеннен гөрі тамақ көп жейді дегеніміз дұрыс болар. Рахмет сізге, дәрігер. Рахмет. Бұл Ей, оңбаған. Осылай кетіп қалғаның қалай? Қандай қызға кетіп барасың?
Бұл не тағы? Таң атпай күйеуім тастап кеткен туралы түс көрдім бе? Неге ежелгі киімде болдым? Расында да, айтпақшы, сен мен үшін кеудеңді оққа тосар ма едің? Оқ емес, тас астына түсер едім. Әй, солай айтатыныңды білдім. Ал сенші? Мен балаларға қарауым керек қой. Мен оқ астына түссем балаларды кім бағады? Неге оқ туралы айтып жатсыздар? Сен әлі естімедің бе? Жақын араласамыз деген еді, олай емес сияқты ғой. Не болды? Сенің досыңды айтам. Юран ханымның ұлы Жунжен айтам. Жунжеге не болды? Хо мырзаның өгей ұлы оның туған ұлы Хо Жунжеге оқ атыпты дейді. Не? Ал Хо Жунженің қызы оқ астына түсті. Тап кино сияқты. Ол қыз қазір ауруханада. Юран ханым таң атпай ота қалай өткен білу үшін кеткен. Әй, жаңалық көріп жүрмейсің бе? Ота сәтті өтті деді ғой. Неге ол есін жимай жатыр? Ота ұзақ жасалды. Өзіне келу үшін біраз уақыт керек. Осындай қадамға баратын болған соң солай деді ме? Нені айтасыз? Бірнеше күннің ішінде қатты жүдеп кеттің ғой. Тамақ жей ғой. Апа, су перісі туралы ертегіні білесіз ғой? Әрине білем. Ертегінің соңында су перісі пышаққа ие бола алмай ма? Егер әлгі пышақпен ханзаданы өлтірсе, өзі тірі қалады. Ал егер өлтіре алмаса, өзі теңіз көбігіне айналып ғайып болады. Ал сіз не істер едіңіз? Мұны неге сұрадың? Менің ойымша су перісінің өлгені дұрыс. Өйткені мұның бәрі су перісінің аш көздігінен құрлыққа шыққан соң басталған әңгіме ғой. Мен олай ойламайым. Неге? Баяғыда бір жас жігіт теңізге балық аулауға шығам деп, қайығы аударылып кетеді. Бірақ оны су перісі құтқарып қалыпты. Әлгі жігіт су перісіне үйленіп, бала шағалы бақытты өмір сүріпті. Олардың кейбір балалар теңізге оралады. Ал кейбіреулері құрлықта қалып, ауыл адамдарына талай жақсылық жасаған екен. Адамдар су перілермен тілдесіп, дауыл болатын күні олар теңізге шықпауын алдын ала ескертіп тұрған екен. Су перісі туралы осындайда ертегі бар ғой. Су перісі құрлыққа өзінің ашкөздігінен емес махаббатына бола шыққан дейді. Сондықтан Барлық әңгімелер жақсы аяқталса ғой. Бірақ бақытсыз аяқталатын әңгімелер де бар. Ол сізге солай деді ме? Иә. Енді осындай жағдайдың болғанына, жанымның ауырғаны, тезірек есін жиса, алғысымды айтар едім. Жоқ, оқтың астына қалайша түсіп жүр? Одан да ол оқ маған тисін. Жоқ, болмайды. Дельфин сияқты өліп қаласың. Соны айтам. Қарудан сондай қорқатын еді. Батылдық танытты. Бірақ апа, Иә. шынымен де сондай ертегі бар ма? Әлгі жігіт шынымен де су перісіне үйленіп, балалы шағалы болып бақытты әрі ұзақ өмір сүрді ме? Есіңде жоқ па? Кішкентай кезіңде ұйқым келмейді деген кезде осы ертегін айтып бершім. Сондай ұнатушы едің ғой. Солай ма? Шынымен солай болса, жақсы болар еді. Айтпақшы, мен осында отыра тұрайын. Ал сен Намырзаның әйеліне мынаны апарып бересің бе? Жақсы. Қайда барасың? Менімен бірге барасың ба? Кеттік. Апай, Жунже, жаңалықтардан естідім. Қалайша мұндай жағдай болды? ота сәтті өтті. Бұл кісі менің жақын досым. Иә. Сәлеметсіз бе? Жунжеден күйеуіңіз туралы көп естідім. Күйеуіңіздің өңі жылы екен. Бұл кісіні бір жерден көрген сияқтымын.
Осы жолмен түзеу жүріп төбеден ассаңыз, Каңчун деп аталатын керуен сарайын көресіз. Не? Пакму тапсырып кеткен атымды берсін деп айтыңыз. Сол атқа мініп, Ханьянға барыңыз. Болыс басшысының өтінішін орындаңыз. Жарай ма? Неге маған көмектесіп жатырсыз? Қарызымды қайтарып жатырмын. Қарызымды да қайтарамын. Дұшпанымнан кегімді де аламын. Түсіндіріп отыратын уақыт жоқ, тездетіңіз. Рахмет. Рахмет. Бұны апам сізге беріп жіберді. Бұл не, әуре болмай қоймадым. Жақсылап тамақтанып алыңыз. Жақсы. О! Пакму. Қымбаттым, сен есіңді жидың ба? Сөйлей аласың ба? Дәрігер. Ағай. Пакму. Пакму? Пакму намдумын. Дамрю. Жунже. Мен ұзақ түс көріппін ғой. Есіңізді жиғаныңыз жақсы болды. Бұрында қазірде менің досым болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Неге есін жимай жатыр екен? Соны айтамын, ота сәтті өтті деген еді ғой. Бәлкім оның бізден қандайда бір айырмашылығы бар шығар. Дене құрылымы ерекше болған болар. Бұл тағы не дегенің? Шынымды айтсам, Чоң екеуіңнің өткен жолғы әңгімелеріңді естідім. Сенің Чоңиге суперс туралы бірден айтып жатқаныңды естідім. Біз жай ғана әзілдестік. Сеніп қалдың ба? Сен де айтады екенсің. Соны айтам, біздің үй Диснейленд емес қой. Мен неге сеніп қалғанымды білмеймін. Бірақ сендім. Чоңи біз сияқты емес қой. Ол суперс екені рас. Уайымдама, мен сенің қызыңа бірдеңе істейді деп ойлайсың ба? Иә, сенен бәрін күтуге болады. Мен ақша үшін кез келген іске баратыным рас, бірақ менің ұстанатын екі ережем бар. Қандай? Дұшпанымнан кек алу және жақсылықты қайтару. Чоңи мені құтқармаса да, ол менің Жунжемді құтқарды ғой. Менің Жунжемді. Ей, мен Чоңиге бірдеңе істейді деп едің? Менің Жунжем дейді? Есіңнен адастың ба? Қай-қайдағын айтып мені ұялттың ғой. Бұл менің шын ниетім. Бірақ мен де ұялып отырмын. Жунже, ол менің Жунжем. Оған тиіспе. Есіңді жидың ба, Чоңи? Иә, қайтпас қайсар екенсің. Қалың қалай? Сен есіңді жимасаң, соңыңнан барайын деп едім. Не болды? Сенен де сұлу қыз кездестіріп бақытты өмір сүремін деген едің ғой. Жоқ, қой. Қанша іздесем де сендей сұлу қыз жоқ. Іздеп көрдің бе? Сондықтан бұл өмірде менің махаббатым әлі аяқталған жоқ. Қайтып оралғаның үшін көп рахмет саған. Жаңа ғана ұялып отырым деген едің ғой.
шығып келе жатыр. Шығып келе жатыр. Кісі өлтіруші, кісі өлтіруші, кісі өлтіруші. Сен адам емессің. Сен оңбағанды ма? Оңбаған. Сен адам емессің. Кісі өлтіруші. Кісі өлтіруші. Оңбаған. Сен жеңдім деп ойлайсың ғой. Жоқ, бұны мен әлі ештеңе аяқталған жоқ. Әлі ештеңе аяқталған жоқ. Ештеңе аяқталған жоқ, ұқтың ба? Ұлымның бұлай қиналғанын қаламайым. Осылай аяқталғанына жол бермейм. Жол бермейм. Кісі өлтіруші. Қаншер. Кісі өлтіруші. Оңбаған. Профессор Жин Кёң Вон. Эйя, тыңдап тұрмын. Мадаёң, бұл сіз бе? Жунже, Мадаёң қазір маған келе жатыр. Жақсы, қазір сізге барам. Намду, бұл мен ғой. Хоң тергеушіге хабарлашы. Мадаёң профессор жиынға бара жатыр екен. Есіңізге ештеңе түсіре алмадыңыз ба? Әлгі қызды кездестіргеннен кейінгі ғана оқиғалар есімде. Бірақ, неге бәрін қайтадан есіңізге түсіргіңіз келеді? Есіңізге ештеңе түсіре алмай. Көше кезген кезіңіз болды ма? Орманда байлаулы көзбен жалғыз өзің қалып, тек жан-жақтан жыртқыш аңдардың дауысын естігенмен бірдей. Ең қорқыныштысы сені аңдар жеп қояды деген емес. Қашан қайдан саған қарғып мінетінін білмейсің. Қорқынышқа қарағанда, кейде шындықты білмей-ақ қойғанда дұрыс қой. Жоқ, сонда да білуім керек. Бұлай өмір сүре алмаспын. Есіме ешқашан түсіре алмайтын күнәларым үшін жаза тарта алмаймын ғой. Жоң мырза, сізді шамандарға қарағанда балды жақсы ашады дейді ғой. Солай ма? Менің қандай да бір ерекше қасиетім бар дегенім емес, мен тек өзгелердің тағдырына қызығушылық танытам. Сонда да болашағымды болжап беріңізші. Қалың қарды тесіп, гүлдеп шыққан әдемі гүлдердің барлығы сіздікі. Барлығы менікі ма? Әдемі гүлдердің бәрі? Не? Бұл алтында. Сол гүлдердің хош иісі сіздің денеңіздің әрбір бұрышына сіңіп, өлгенге дейін. Жоқ, тіпті өліп қайта дүниеге келсеңіз де, сол хош иіс үнемі сізбен бірге болады. Бұл жақсылықтың нышаны ғой. Тағдырыңыз жақсы жаман деп мен кесіп шіп айта алмаймын. Ал менше, маған қандай бала ашып бересің? Найзағай түскен ағаштың жаны сақталып, ол қайта өседі. Сіз өмір сүру үшін жазаланып жүрсіз бе, әлде жазалу үшін өмір сүріп жүрсіз бе? Өміріңіз сондай түсініксіз болады. Бұл не дегеніңіз? Сізге найзағай тиіп күлге айналуыңыз мүмкін. Қайта өмірге келмей-ақ қойғаныңыз жөн болар еді. Бірақ маңдайға жазылған тағдырдан қашып, еш қайда бармайсыз. Өй, сені ме? Жаңа жылда балашқаның осы ма? Қане, жоғалт көзіңді. Құра!
бер жүр. Пак Ножуды танисыз ба? Мұндай есімді адамды естігенде жоқпын, кездестіргенде жоқпын. Оның кемесін кемежайда күштеп ұстап қалған соң осында 20 күнге қалуына тура келді. Сізге наразылық білдірген үшін келесі күні оның мәйіті теңіз жағалауынан табылды. Оңбаған алаяқ неме! Жолды жауып елді тонасаң да бұның шегі болады. Сенің қарныңды тойдыру үшін 1000 шақырым жол жүріп келді деп бедің. Сенің істеген барлық қылмыстарыңды бәріне жайып салам. Адам өліп жатыр. Тезірек әкімшілікке хабарлаңдар. Адам өліп жатыр. Мен сол кісінің ұлы Пак Мумын. Дұшпанымнан әкемнің кегін де алып, Ким Дамрионның жақсылығын да қайтарамын. Түсіндің бе? Ей, оңбаған. Мен бұл өмірге міндетті түрде қайта ораламын. Бұл өмірге қайта оралып, қол жеткізе алмаған нәрсеге қалайда қол жеткіземін. Қол жеткіземін. Ұқтың ба? Солай істе. Өмірге қанша рет қайтып оралсаң да, мен де қайтып оралып, сенен кегімді алып тұрамын. Ұқтың ба? Әкемнің тамағына у қосып берген сен қыз ғой, е? Мен де саған арнайы у дайындап қойдым. Аконит гүлі туралы естуің бар ма? Ханның арнайы тапсырысымен сол әдемі гүлден жасалатын улы дәрі. Жіберіңдер! Жіберіңдер мені! Жіберіңдер деймін! Мен көрдім. Өткен өмірімді көрдім. Дамрион, су перісі және сені көрдім. Сен бәрін біліп жүрдің ғой. Менің осы өмірде жазаланатынымды да, тағдырымды да білдің. Менің айналамнан шықпай бақылап жүрдің бе? Сен кімге жақтассың? Соны айтшы. Бұрын да солай болды. Қазір де солай болады. Мен тек өзгелердің тағдырын бақылайтын адаммын. Мен ешкімді де жақтамаймын. Жоқ. Сен бәрін білдің. Солай емес пе, профессор? Профессор! Есіңде ғой, ә? Бұл жолда мен сен екеуіңді жеңдім. Ал тағдыр болса, бұл жолда ол маған жақтас болады. Бұл өмірде де бәрі қайталанады. Адам мен құбыжық арасындағы үмітсіз махаббат ақыр соңында сендерді қайғы қасіретке әкеліп ұрындыратын болады. Тағдыр кімге жақтас болса да бәрібір. Сол қайғылы өмірдің соңында біз ол екеуміз бірге бақытты болдық. Қазір де солай.
Жөнше. Мадайон, ақыры сені қолға түсірдім ғой. Астап жағыңда. О, құдайым, зәремді алдың ғой. Сені келет деп ойламаппын. Халімді білейін деп келдің бе? Гүлде алып келіпсің. Иә, енді сені есін жия алмай жатыр деген соң жай ғана гүл алып келгенім ғой. Мені уайымдағаның ба? Уайымдат дегеннен гөрі оқ тиіп жарақаттанған адамды бірінші рет көріп тұрмын. Шынымен де оқ тиді ме? Қатты ауырған шығар, я? Сонымен оқ қай жеріңе тиді? Ал сен қуанып тұрған сияқтысың. Есің дұрыс па? Мен сені ұнатпайтын да шығармын, бірақ саған өлім тілейтіндей соншалықты жек көрмеймін ғой. Сонда мен саған ұнайын ба? Айттым емес пе, мен сені ұнатпаймын деп. Ал сен маған ұнайсың. Сен бетке тіке айтатын адам екенсің. Бірақ неге? Мен әрқашан сен сияқты болғым келетін. Мен сияқты болу оңай емес. Бірақ неге? Сен сүйетін адамыңмен бірге қартай аласың ғой. Сен мені кәрі деп отырғаның ба? Мен құрбыларыма қарағанда әлдеқайда жас көрінем. Мен біреумен бірге қартаятын адам емеспін. Оны айтып тұрған жоқпын. Саған қызығам. Сен өз сүйіктіңмен көп уақыт бірге өткізе аласың. Уақыт көп болғаннан не қайыр? Бірге болғым келген адам тек сенен басқа ешкімді көрмейді. Тіпті мені күйеуім тастап кеткен түсте көрдім. Қайта мен саған қызығамын. Сен әлі өз бағыңды кездестіресің. Оқ дегеннен соң балгер болып кеттің бе? Саған не болған? Мен де өз бағымды көп күттім. Ол келді. Сен де өз бағыңды кездестіресің, Чашия. Жужеден аулақ жүргенімді қалаған соң айтып отырмысың? Мен онсыз да одан аулақ жүрсем деймін. Жунже үшін оқтың астына да түстің ғой. Қалайша мен орталарыңа түсем? Тезірек сауығып кет. Қар жауып тұр ғой. Тео? Сәлемше, үйге бара жатырмысың? Иә. Мені үйіме шығарып салмайсың ба? Шығарып салайын ба? Жоға. Сен мені шығарып салғысы келеме деп ойладым. Жақсы, керек емес. Керек емес дедім ғой. Жақсы, өзің біл. Қар сондай әдем болып жауып тұр. Иә. Мен бүгін жомарт адаммын. Жақсылап суретке түсіп берейін, айтпесе үнемі білдіртпей суретке түсіріп жүресің ғой. Ей, тұра тұршы. Бұл не, Чоңидың суреттері емес пе? Ей, бергел. Демек, сенің ұнатқан қызың мен емес, Чони ма? Солай ма? Олай болса, сен неге маған сезіміңді білдірдің? Енді бұның бір себептері... Не? Сонда мен не істеп жүрдім? Өз-өзімді жынды қылып жүрдім ба? Маған неге айтпадың? Мені мазақ қылғаның ба? Ал сен мені мазақ етіп жүргеніңді білмедім.
Мені ұнатып қалғаның үшін жүрегің жараланып қалмасын деп сені уайымдап, тағы бір ойланып едім. Соңымнан ерушы болма дедім ғой. Ей! Кешір. Кешір мені, Шия. Жоға, қан тоқтаған соң жарақатын өзім тексерген болатынмын, бірақ жараны таңайын десем өзі де жоқ. Жоқ, мүмкін емес. Сен жақсылап қарадың ба? Оқ деген орын қалайша тез жазылып кетеді? Ота жасаған дәрігерлер де аң-таң болып отыр. Алғашында науқастың қаны тоқтамаған соң дәрігерлер қолға қатты зақымдалды ма деп ойлады, ал қазір жараның орны да жоқ. Шынымен бе? Бұл қалайша? Бәлкім ол басқа планетадан келген біреу шығар. Иә, Сен де айтады екенсің. Зомби шығар? бәлкім вампир. Не десек те меңгеруші бұл жағдайды өзіміздің және Америка кардиохирург қауымдастығына айтамын деді. Журналға да мақала жазамын деп қуанышында шек жоқ. Тіпті таныс тілшісіне де хабарласып қойған. Бізді теледидардан көрсете ме? Қане жұмысымызды істейік. Кеттік. Кешіріңіз, бәрі дұрыс па? Иә. Сәлеметсіз бе? Сыртқа шығуға рұқсат алып едіңіз? Иә. Дәріңізді уақытында ішіп жүріңіз. Тек қызметкерлер үшін бөгде адамдарға кіруге тыйым салынады. Меңсоң университетінің ауруханасы, қызметкерлердің порталы, науқастың ең қауіпсіз ауруханасы. Емдеу туралы мәліметтерді көру. Науқас туралы мәліметтерді өшіру. Науқас туралы мәліметтер өшірілді. Чоңи. Үйге қайтпаймыз ба? Үйге ме? Ей, жоғарғы бөлмедегі. Не болды? Ойланып қарасам, анам үйге қайтып келген соң, осы бөлмеде тұрады ғой. Демек, менің бөлмем болмай қалады. Ал мен үй иесімін. Сондықтан, сен екеуміз андағы бөлмеде бірге тұратын сияқтымыз. Тағы да ойланып едім. Анамның үйге көшіп келуін күтпей-ақ, андағы бөлмеде бірге тұра берсек дегенім ғой. Сөйтейін бе? Жоғары көтерілейін бе? Жоқ. Солай істейік. Мен жоғары көтерілемін. Жоқ, сен өзі, мен рұқсат бермесем де үнемі төмен түсіп алып, менің қасымнан шықпаушы едің ғой. Өзгеріп кетіпсің. 우연히 그댈 만나 위한
әпке, мен енді жалғыз сұрайтын болдым ғой. Жиі көрісіп тұрамыз, алыста тұрмаймыз ғой. Бұл ұлыңыздың үйіме, ұлыңыз жақсы үй сатып алыпты ғой. Мені шығарып салғаныңыз үшін рахмет. Иә. Үйге кір деп те айтпады ғой. Үйін көрейін деп келген едім. Келдің бе? Бұл Юран апайдың аяқ киім емес пе? Кейін өзіне апарып бер. Сен не деп тұрсың? Әй, сені ме? Саған шынымен де бизнесті тапсыруға болмайды. Не? Кеттік, мұрагердің үйін барып көрейік. Әпке, мұны біздің үйде қалдырып кетіпсіз ғой, сіздің аяқ киіміңіз. Мұны тастай салайын деген едім. Мен әжетханаға кіріп шықсам бола ма? Ал менің аузым кеуіп кеткен еді. Иә, кіріңіздер. Рахмет. О, үйлеріңіз жақсы екен. Иә, үй керемет. Осындайда жақсы үй болады екен ау. Айтпақшы, ұлыңыз үйде ме? Иә, ол қазір жоғарға көтеріліп кеткен еді. Солай ма? Жақсы болған екен. Ақыры келген екенбіз, кетер алдында ұлыңызбен амандасып кетейік. Өткен жолы күйеуіңіздің жерлеу рәсімінде ұлыңызбен амандасайын деген едім, бірақ бәрі қарбалас болып кетіп, ұлыңызбен таныса алмадым ғой. Солай ма? Онда мен сіздерге шай әкеп берейін. Әпке, о не дегеніңіз? Шайды өзім әзірлейін. Сіз қонақсыз ғой, бұныңыз не? Ештеңе етпейді. Бойлер сынып қалған сияқты. Жоқ, сен маған өткен жол соны жөнде деп айтып едің ғой. Сен жөндеуің керек еді ғой. Өзің жөнде. Иә. Губек иттің иесі? Джайким? Сіздермен оңаша сөйлесем бола ма? Не болды? Менің сіздерге айтарым бар. Енді не істедік? Қатты уайымдайын дедім. Үйге келетін білмедік қой. Бірақ Чоңи оларды неге ертіп алып кетті? Бәрі жақсы. Қонақтар қайда кетіп қалды? Қазір келеді. Сіздер неге бөлмеден шығып келе жатырсыздар? Жай, бөлмелерді қарап шықтық. Иә. Сондай жақсы екен. Иә. Бұл кісі сіздің ұлыңыз ба? Иә, бұл менің ұлым Хожунже. Жанында тұрған досы Жонамду. Ал Шоңиемен танысқан шығарсыздар. Иә, таныстық. Бойжеткен сондай сыпай екен. Ал ұлыңыз сондай сымбатты, және досы да сымбатты жігіт екен. Бірақ сіздермен бір жерде кездескен сияқтымыз. Жүздеріңіз де таныс сияқты. Біз сіздермен бір жерде кездестік қой, иә? Дубайда ма? Солай ма? Дубайда ғой. Дубайда? Қымбаттым, біз Дубайда болған жоқпыз ғой. Иә. Не деп тұрған өзі де білмейді. Бірақ неге ойымнан Дубай деген сөз кетпейді? Неге олай болды екен? Қызық. Кешіріңіздер, мен көп сөйлеп кеттім ғой деймін. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Алдағы күнде жиі кездесіп, бір-бірімізбен араласып тұрайық. Жарай ма? Иә. Чоңи, жақсылап ойланшы. Сен жай ғана қарапайым суперс емессің. Сен олардың жадын өшіріп тастадың ғой. Өткен жол менің жадымды да солай өшіріп тастадың. Жунженің де Испанияға барып қайтқанда есіне ештеңе түсіре алмағаны сол екен ғой. Солай ма? Осымен біреуге айтып көр, бар ғой. Чоңи, екеуміз бизнеспен айналсақ. Адам жадысын өшіру қабілетіңді жақсартсақ, Билл Гейтстен де бай адам боламыз. Әлемде ең бай адамдардың бірі боламыз. Керек емес. Ондай іспен айналыспаймын. Босқа уақыт алады. Ал қолым босамаса, Хожунжемен кездесе алмаймын. Дұрыс айтасың. Чоңи, мен шын айтып тұрмын, егер Жунжемен айырылсаң, бірден маған кел. Не дедің? Чоңи, сен шынымен де маған қатты ұнайсың. Сенде ерекше көп қасиет бар. Ей, жақындама. Жоқ, бірақ рет. Болмайды. Бірақ рет құшақтаймын. Құшақтамайсың. Тұра тұршы. Не істеп жатырсың? Жақсы. Болмайды деймін.
Есіңнен адасқан сияқтысың ғой. Саған не болды? 왜 그래? Не болды? Чоңи, 너 왜 그래? Саған не болды? Бір жерің ауырды ма? ауруханадан тым ерте шығып кеткен жоқсың ба? Жүрегің ауырып тұр ма? 새로운 세상 문이 열려 있죠. 그대 안에 있네요. 한 걸음 넘어 눈이 부시게 펼쳐진 세상이 날 반기죠. 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요. 머물고 бәрі қайда кетті? Мен оларды шығарып жібердім. Неге? Бүгін тек сенімен ғана тамақ ішкім келеді. I need you, I love you. 영원 Егер өзіңді нашар сезінсең, ешқайда бармай, кешті үйде өткізек. Барда киіміңді ауыстырып кел. 옷 갈아입고 와. Бар. 내 곁으로 다가와 손잡아줄래요. 사랑할게요. 이 세상이 변해도 I want you, I miss you, I need you, I love you. 영원토록 그대 꿈에 Шарап ішеміз бе? Жоқ. Егер ішімдік ішетін болсам, саған кетпе деп қайта-қайта айта беретін болам. Бұның басқа малы бар болса, айт. Өтінем. 너 수술하고 나서 Сен отадан кейін дұрыс тамақтанбайсың да. Ұйқың да дұрыс емес. Ауырсаң да шыдап жүрсің, мен не істеуім керек? Осылай күннен күнге өліп бара жатқаныңды қарап отыруым керек пе? 보고 айтшы. Теңізге қайт оралсаң, бәрі жақсы бола ма? Сауығып кетесің бе? Маған тек бір нәрсеге уәде ет. Кетер кезіңде менің жадымды өшірме. Неге? Өзің де солай демеп пе едің? Бәрін ұмытып ғашық болмаудан гөрі, ғашық болып азап шеккен жақсы деп. Сен туралы естелік болған соң, тек сол үшін ғана сені жіберіп отырмын. Бірақ сен көп қиналасың ғой. Мен ешқашан қайтып келмеуім де мүмкін. Менің я өлі, я тірі екенімді білмей үнемі күтіп жүретін боласың. Үнемі сарғая күтесің. Егер сен қайтып келе алмасаң, онда мен бұл өмірге қайта келем. Сен де солай істе.
Саған менің махаббатым, менің өмірімнен де ұзақ деп айттым емес пе? Жаның тыныштық тапқанын қалар едім. Егер біз бір-бірімізді ұмытпасақ, қайтып оралатын жолды да ұмытпаймыз. Көресің, ақыр соңында қайта кездесеміз. Жақсы. Таңдауды өзің жаса. Жадымды өшіресің бе? Жоқ па? Өзің шеш. Мен шешім қабылдадым. 긴 꿈을 꾸다 깨어난 걸까 내가 널 알아본 순간 이름도 없던 내 사랑은 시작된 건지도 몰라 널 알기 전 저 하늘도 날 이렇게 눈부셨던 걸까 만약에 우리 사랑이 된다면 19-шы бөлімнің соңы. Фильм «Шахар» телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.